Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін наурыз көженің дайындалу рецептімен бөліспекшімін. Егер де сіздерге өзіміздің ұлттық тағамымыздың дайындалу рецептісі қажет болатын болса, менің каналыма жазылыңыздар. Бірінші, көженің ішінде 7 дәм болса болды. Менде ет, бұқтырылып алынған 2 сағатқа ноқат, екінші арпа, үшінші жарылған ноқат, бұқтырылған жүгері, бұқтырылған жасыл бұршақ. Енді мен суға етті салып, сүйегімді салып қойдым. Сүрленген ет болса болады, қыстық соғымнан қалған ет болса да болады. Енді осыған бізде ноқат көп қайнағанды талап ететін дәнді дақыл, сондықтан да бұны етпен бірге қайнатамын. Бұны 2 сағатқа отқа қоям, қайнатып көбігін алып болғаннан кейін жайлап баяу отта 2 сағат қайнау керек. Етім мен ноқатым қайнады. Қазір қатты отта тұр, оны көбігін алам жақсылап. Көбігін алып болғаннан кейін баяу отта 2 сағат қайнау керек. Көбігін алып болдым. Ноқаты бұның астында тұр, қазір әлі піскен жоқ. Піскен кезде жоғары қарай көтеріледі. Енді мені баяу отқа қоя салам 2 сағатқа. Еті пісті, ноқаттары да пісті. Етін бөлік сүзіп алам да, сосын қалған жаңағы дәнді дақылдарын салам рет-ретімен. Піскен етін сүзіп алғаннан кейін, ішінде ноқаты бар сорпаға пісіп дайын тұрған. Жарылған ноқатымды салам кезегімен. Одан кейін жуып тазаланып алынған тағы да екінші ретте арпамды салам. Бұлар салғаннан кейін де жай отта 30-40 минут қайнап тұру керек. 40 минут өтті, салған дәндерім толығымен пісті. Көженің азғандай бөлігін бөліп аламыз кішірек ыдысқа. Сөйтіп оған бұқтырылған дайын тұрған жүгерімізбен жасыл бұршағымызды қосып, туралған етімізді қосып, айран қатамыз. Дайын болған көжеге етті салдым туралған. Енді бұқтырылған жасыл бұршақты салам. Одан соң бұқтырылған жүгеріні салам. Араластырам жақсылап. Бәрін араластырып болдым. Енді айранды құямыз.